Қаттырақ, екі қолым бар. Және саусақтарым. Досты сүйемін деп құшақтаңыздар. О, келесі досты сүйемін деп құшақтаңыздар. Және оның құлағын деп тартамыз. Оян деп, оян. Қаттырақ. Алтын болса көресіздер өздеріңіз. Кеттік ал. Екі қолым бар. Қаттырақ, екі қолым бар. Және саусақтарым. Досты сүйемін. Досты сүйемін. Және оның мұрнын деп мұрнынан ұстаңыздар. Мұрнынан тартып қойыңыздар. Ой, тамаша. Соң бір рет ойнап кетейік ал. Тез айтамыз, е? Екі қолым бар. Екі қолым бар. Және саусақтарым. Досты сүйемін. Досты сүйемін. Және... Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, Қонаев қаласындағы Балдәурен Республикалық оқу сауықтыру орталығында Қазақстан Республикасы күніне орай өтіп жатқан болашақ білімді жастардың қолында атты республикалық семинар жұмысының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Уважаемые участники семинара и гости, мы рады приветствовать вас на церемонии открытия республиканского семинара под названием «Болашақ білімді жастардың қолында». Тікен қазақ азаматы Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігіне тағзым ету, дәріптеу мақсатында Рахымжан жеңіс сарбазы атты патриоттық шарада Берлиндегі рейхстагқа тігілген жеңіс туының көшірмесі Қонаев қаласындағы Балдәурен Республикалық оқу сауықтыру орталығы кешеніне 2022 жылдың 7 мамыр күні табысталған болатын. Республики Казахстан. Наш долг отдать дань уважения народному герою, сыну казахского народа Рахымжану Қошқарбаеву. Разрешите торжественно внести копию знамений победы. Жеңіс туы көшірмесі салтанатты түрде кіргізілсін. Еліміздің болашағы. Они разносторонние личности. Олар Казахстанның жаңа толқыны. В их руках будущее Казахстана. Они юные патриоты нашей страны. Жеңіс туының көшірмесін қабылдау біз үшін үлкен абырой және құрмет. Біз бұл туды көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа табыс ететін боламыз. Бұл ту ұрпақтан ұрпаққа жетер бабалар аманаты. Бұл ту батырлық пен жеңімпаздықтың куәсі. Бұл ту ұрпақты ұрпақпен табыстырар ұлт символы. Бұл ту бейбітшілік таңын жақындатқан ерекше қуаныш символы. Бұл ту біздің еркіндігіміздің, тәуелсіздігіміздің жемісі. Мақтанып, шын батыр мен шын арыспен, алғыспен тағзым біздің тұна
кештен. Біз әлі бабам сенген ел боламыз, айырылмай жүре ұқсақ мына күшпен. Қол жайып бір әумин деп қойыңдаршы, мереке бастау olsun қуанышпен. Қош келіпсіздер. Көп созбайық. Бұл кітапхана, жалпы кітап деген бұл еліміздің, жалпы адамзаттың рухани қазынасы болса, кітапхана соның сақтаушысы, қоймашысы, ал кітапханашылар сол рухани азығымызды, нағыз жанашыры, сол үлкен асыл қазынамыздың қамқоршысы, насихаттаушысы сіздер боласыздар. Әрине қазір қоғамның қазіргі заманда құндылықтар басқаша болып бара жатыр. Десек те, осы бір нешеме ғасырлар бойы дәлелдеусіз келе жатқан, ешқандай дәлелдің қажеті жоқ. Сіздердің үлкен қызметтеріңіздің ары қарай дами беруіне, қоғамның дамуына үлес қоса берулеріңізге тілектеспін. Қош келіпсіздер. Жанымның сенсің дауасы, туған жер қасиетінен айналды. Сүйемін сені қалпыңмен дәл осы, айналдым сенің шексіз талаңнан. Өзіңде жатыр мендік баларман, туған жер сенің топырағынан. Жаныма қуат бойған нәр алған. Алматы облысы бөлініп шыққан кезде Қапшағай қаласына орналасып, Қапшағай қаласы Дінмұхамед Қонаев атамыздың есімімен беріліп отыр. Дінмұхамед Қонаев атамыздың бағанағы аса ірі қоғам қайраткері, керемет данышпан ұлы тұлға деп қазіргі таңда біз атамыздың ерекше қандай керемет жан болғандығын ерекше дәріптеп жатырмыз, жастарға тәрбиелеп жатырмыз. Мен бүгінгі айтарым сіздерге осы Алматы облысына, Қонаев қаласына қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Осында отырған дарынды жастарымыз шығып жатыр, шәкірттеріміз ортаға шығып жатыр. Барлықтарын Қонаев атамыздың әруағы қолдай жүрсін. Бізге осындай семинарды сыйлап жатқан Алматы облысы білім басқармасына және осы Балдәурен республикалық оқу сауықтыру орталығына, әріптестерге барлығымызға үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бүгін мынау болашақ білімді жастардың қолында атты семинардың осындай жоғарғы дәрежеде өтуіне тілектеспін. Республика күніне орай ұйымдастырылған бұл семинар үлкен мәні бар. Өйткені 2009 жылдан бастап біз осы республика күнін тойлауды қойған едік. Араға 13 жыл салып, міне бүгін сіздерменен осы республика күніне орайластырып осындай семинар ұйымдастырып жатырмыз. Ол республика күнін көбіне жастар тәуелсіздік күнімен шатастырып жатады. Білесіздер, 1990 жылы 25 қазанда Қазақ ССР-ның жоғарғы кеңесі Қазақстанның егемендігі туралы декларацияны қабылдаған болатын. Міне 32 жыл болыпты бұл декларациямызға. Біздің тәуелсіздігіміздің алғашқы қарлығашы декларациямыз. Сондықтан бұл күнді өскелең ұрпақ жақсы біліп өсуі керек.
бұл жақсы үрдіс болды. Енді мінекей жылда осы 25 қазанда тойлайтын боламыз. Және біздің осы халықаралық кітапханашылар, мектеп кітапханашылары күні деп саналады. Негізінен шетелде осы халықаралық мектеп кітапханашылары күні бұған жаңа колледж кітапханашылары да кіреді шетелде. Өйткені барлығы осы мектеп деп саналады. Сондықтан бұл мереке осы тәуелсіздік күні біздің осы халықаралық мектеп кітапханашылар күнімен тұспа-тұс келіп тұр екен биыл. Мереке құтты болсын. Бүгінгі семинардан біздің республикадан түпкір-түпкірінен келген әріптестер жақсы нәтижемен, бір-біріменен тәжірибе алмасып, үйлеріне оралады деген ойдамын. Мереке құтты болсын. Біздің семинарымыз жоғарғы дәрежеде өтсін. Назарларыңызға рахмет. Для эффективного патриотического воспитания школьников, способствовать формированию эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ученика, верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и Казахстану. Бүгінде академия құрамында 3000-нан аса патриоттар бар. Олар өз мектептерінде патриоттық бағытта шараларға белсене қатысуда. Семинар жұмысына қатысушы студент жастардың патриот болу мен үшін тақырыбындағы республикалық күніне арналған эссе жұмысы қабылданған болатын. Республика күніне орай үздік жұмыстарын ұсынған студенттер дәл қазір академия құрамына мүшелікке енеді. Баршаңызды осы салтанатты сәттің куәсі болуға шақырамыз. Сахна төріне алғаш болып Жас патриоттар академиясына енген Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі студенті Құралбек Рамазан. Қазақстандық Жас патриоттар академиясы құрамында енгені туралы. Дәл осылай Жас патриоттар академиясынан қабылданғалы тұрған Қарағанды облысы Шахтинск қаласы Шахтинск технологиялық колледжі студенті Серкина Яна Вячеславовнаға және де Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі студенті және де Ақмола облысы Көкшетау қаласы Ахат Сері атындағы жоғарғы мәдениет колледжі Бұғыбай Зарина Аралыққызы шақырылады. Дәл осылай керемет студенттерге төс белгі тапсыру үшін Республикалық ғылыми педагогикалық кітапхана директоры Сайкенбаева Аяш Шуратовна және де Алматы облыстық білім басқармасы техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің басшысы Төребаева Амина Даукеновна беріледі. Дәл осындай керемет студенттерге төс белгіні тапсыру рәсімі Республикалық ғылыми педагогикалық кітапханасы әдістемелік қызмет басшысы Имишева Аманкүл Бастаубаевнаға және де Қонаев қаласы Балдәурен Республикалық облыс оқыту орталығының кешен басшысының оқу дәрмес жөніндегі орынбасары Қажымұханова Жарқынай Биболатқызы шақырылады. Қошеметтеріңіз. Осындай керемет студенттерге тағы да төс белгіні марапаттау үшін ұлы All my
қай кезде, қай ғасырда пайда болды, содан бері жүргізіліп жатқан сіздердің көпшілік іс-шараларыңыз. Яғни неге осыған қатты көңіл бөлініп жатыр? Қазақстан Республикасы президентінен бастап бүкіл қазақ қауымы, бүкіл әлеумет неге көңіл бөліп жатыр? Көңіл бөліп жату себебінің ең бастысы біз оқырмандарымыздың көркем әдебиетін оқуынан шырақтап қалдық. Достаточно продвинутее, чем мы, да, то есть они настолько владеют всей этой информацией, к сожалению, мы взрослые даже порой не разбираемся в этих значках. Настолько сейчас информация шагнула вперед. Что же делать? Как нам быть? Как нам сделать так, чтобы наши дети все-таки не расстались совсем с книгой? Следующий слайд, пожалуйста. Итак, вот сейчас, пожалуйста, выскажите свое мнение. Электронные источники информации или печатные книги? Что читать? Покажите, пожалуйста, ваше мнение. Синие книги и только книги. Красные электронные источники. Зеленый совмещать чтение книг с чтением электронных источников. Зеленый. Итак, конечно же, нужно уделять время всем источникам информации. Невозможно сейчас сидеть только с книгой в руках. Это не совсем удобно в наше электронное время. Конечно, нужно все источники информации. Зеленый, правильно. Следующий слайд. Следующий. Ну и, конечно, я хотела бы остановиться на тех авторских коллективах и на тех учебниках, которые очень хорошо известны всему Казахстану. Это вот выдающаяся наша авторская группа, которая создала учебники казахского языка с 1 по 11 класс. Оразбаева Фаузия Шамсиевна. Автор уровневого, непрерывно, правильно, красная карточка. Практически все отвечают правильно. Есть учебники у нас для изучения английского языка. Мы сотрудничаем с несколькими британскими издательствами. Кокжиек сотрудничает с Кембридж. Они приходят к нам и закупают этот учебник, потому что там написано так здорово, и все написано на примере наших казахстанских кейсов. То есть абсолютно любой ученик может сейчас организовать свой собственный бизнес. По этому учебнику мы в прошлом году проводили олимпиаду среди учеников, и победитель из Талдыкургана у нас был награжден 1 миллионом тенге. В этом году тоже будет этот конкурс. Пожалуйста, присоединяйте своих учащихся. Итак, я специально не сказала, на каких языках. Вот очень хороший у нас продукт, словарь предпринимателя, потому что сейчас очень много споров возникает, как называть те или иные слова и термины. И вот такой терминологический словарь именно для предпринимателя, он создан в нашем издательстве, тоже очень хороший продукт, пользуется большой популярностью. Он содержит более 500 слов. Причем эти слова, они все не просто дается слово и его перевод, а именно в сочетании с другими словами. Очень хороший продукт. Вот книга, которую вы все получили от нас в подарок, вот эту книгу. Это книга наставника. Она состоит из 2 частей. Это настольная книга всех, собственно говоря, преподавателей колледжей, потому что именно в этой книге сосредоточена вспомогательная информация в виде альбомов. То есть там просто схема, альбомы, очень интересно, хорошо написано. Не нужно там читать от корки до корки, там все схематично представлено. Про дуальное обучение в Германии и в Казахстане именно в этой книге написано. Следующий слайд. Конечно же, наше издательство принимает участие во всевозможных выставках, конференциях. Здесь, в Лондоне или в Алмате, неважно, мы везде принимаем в них участие и, конечно же, показываем свою продукцию. Следующий. Мы можем выехать к вам в какие-то, скажем так, колледжи или провести какой-то семинар в Zoom. Например, пользуются большой популярностью семинары, которые мы проводим для всех педагогов Казахстана. Проводятся они либо на платформе Zoom, либо приезжают к нам в издательство. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте. Следующий. Также компания занимается благотворительностью, дарит свои книги
буквально всем. Вот совсем недавно детской колонии мы подарили книги. Здесь вот вы видите благотворительный пикник в детском доме. И хотела бы пригласить всех нас на платформу, на нашу платформу, которая называется «Читающая нация Казахстан». Поднимите, пожалуйста, зеленую карточку, кто уже присоединился к этой платформе. Есть такие среди нас, молодцы. Вот те, кто присоединился, пожалуйста, вы можете какие-то свои материалы, вот вы проводите какой-то семинар с детьми, с фотографиями, с какими-то пресс-релизами, пожалуйста, размещайте в этой группе. Я администратор группы, я вот такие материалы всегда разрешаю к публикации. Пожалуйста, присоединяйтесь, нас уже почти 3000 человек, я думаю, после этого семинара еще на 300 человек станет больше. Плюс место кто-нибудь скажет? В прайсе издательств. В прайсе издательств, супер. А вы знаете, что есть вот такая платформа, назад еще. Есть платформа, называется «Информационная система книжного дела Республики Казахстан». Не знаете? Поднимите руки, кто из этой системы ищет книги. Есть, молодцы, есть несколько, молодцы. Итак, называется «Информационная система книжного дела Республики Казахстан». Тут сосредоточены все. Бастауыш білім беру мамандығын 2-ші курс студенті Сатыбалдин Ермекқызы. Біздің колледжде кітапханашылар жиі шаралар өткізеді. Сол кітапханашылармен бірге мен де өзім шаралар өткіземін. Және де бағанадан бері айтып жатырсыздар. Суға